саламатсыздарбы ustozlar. Бүгүн Казакстан тарыхы пәнинин 2-нчи курска арналган, эми бул жерде 2 мамандык косулган. Биринчи кесим илими, сосын экинчи хореография студенттердин еңбек катысына каршы бастайт. Топ түгөнүбүзбү? Топ сабактарыбызды түгөнүбүзбү? Кишилерди түгөнүбүзбү? Бул жердеги студенттер бул суроолду. Жакшы. Студенттер бүгүнкү мына үчөтүн аш сабагыбызга шахсап зейин салып, белсенди болуп, сурактарга белсенди болуп. Мына алдыбызда турган сүрөткө карап, биз бүгүнкү атауын билип алайык. Сизге кандай өткөндү, бүгүн жалпы сабактын тақырыбын калай биз атауыбызга коелу. Кане сүрөткө карап не болабыз? Кандай тақырып боюнча биз казырабыз? Бугардан карап нени көргүзүп алат? Булардын материалдык мәдениети, мына астынан карап отсаңыздар, улардын руханий мәдениети. Сонда биз энди көчпелүү өркениет деген тақырыпты әлі окуп атабызбы, 2 аптадан бери. Сол тақырыптын ичиндеги бүгүн сабактын кордунда тақырыбы, яғни материалдык және руханий мәдениеттери жетістіктері. Орталық Азия халықтарының әлемнің материалдык және руханий мәдениеттеріне қосқан үлесі қандай? Студенттер, осы жердегі маңызды бір ақпарат тыңдайтыныңыздар, оқу мақсаты, яғни Орталық Азия халықтарының материалдык және руханий мәдениеттерінің жетістіктерін талдау арқылы адамзаттың дамуына қосқан үлесін қорытындылаймыз. Мен жаңа айта кеттім, бірнеше сабақ бойы біз теория бойынша ақпаратты алдық. Келесі сабақтың мақсаттары мен міндеттері. Көшпелілердің әлемдік материалдық мәдениетке қосқан үлесін анықтау, андрондық әскери арбалар, сақтардың қарулары, сақтардың тоқыма бұйымдары, киіз үй және тағы да басқа материалдық мәдениеттің ескерткіштері туралы білу. Одан кейінгі ежелгі заманғы рухани дүниені зерттеу мәселесін талдау, көшпелілердің наным сенімдері, ғарыш туралы түсінігі, аңыз стиліндегі сақ өнері туралы білу және білу. Көшпелілердің материалдық және рухани мәдениетін біледі. Анализ материалдық және рухани мәдениеттің салалары бойынша маңызды жетістіктерін анықтайды. Яғни сізге қазір сабақтың барысында сіздерге тапсырма беремін. Сол кездегі материалдық мәдениеттің маңызды жетістіктерін анықтауымыз керек, және рухани мәдениеттің маңызды жетістіктерін анықтауымыз керек. Енді білімді қолдану материалдық және рухани мәдениет жетістіктерінің арасындағы байланысты көрсететін өнер галереясы атты буклеттер дайындаймыз. Соңында анализ материалдық және рухани мәдениеттің жетістіктерін бағалаймыз, яғни баға береміз. Енді тыңдап алыңыздар, оның жауабын іздеп, пазл түрінде құрастыруларын керек. Енді мына жерде үлгісі, мына үлгісі емес, жалпы пазл құрастырамыз. Түсінікті, енді дескрипторына астына қарап жеріңіздер, топтың барлық мүшелері, яғни жазбаша да, ауызша да жұмыстарға қатысады. Өткен тақырыпты қарастырып, пазлдарды құрастырасыздар. Хронологиялық уақытпен жұмыс жасайсыздар. Маңызды деректерді іздейсіздер және уақыттың тиімділігін пайдалану керек. Яғни уақытты осы жерде 3-4 минуттан балдар асыруға болады. Түсінікті ғой, сіздің мына жердегі мына пазл нелеріңізді, тапсырмаларыңызды бердім. Осы мына парақшаға мына пазлдарды құрастыруыңыз керек. Жанында сіздерге сұрақтар берілген, сосын міндетті түрде соны құрастырып, астына жауабын табуыңыз керек.
бүгінгі сізге тақырыпқа қатысты алған жаңағы ақпаратты негізге ала отырып сурет жабыстырып салып және міндетті түрде астына оның сипаттамасын, тарихи сипаттамасын береміз. Түсінікті ғой, иә? Орысша айтады ғой, описание деп айтады ғой, иә? Яғни кез келген ана кітаптан да суретті қарасаңыздар, астында ол туралы ақпарат беріледі ғой, иә? Сондай сияқты кішігірім біздер жаңағы сипаттамасын беруіміз керек. Қане сіздерге студенттер 10 минут уақыт беремін, соның төңірегінде студенттер жұмыстарымызды жасайды. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ол сақтайтын рухани мәдениеті. Яғни онда олардың күнге табынуы, отқа табынуы, бабаларға табынуы және андроидтардың, яғни бұйымдары, ғарыштық сенім секілді бүгін тақырыптарды қарастырамыз. Бүгін күн құдіретіне табыну. Сақтар ежелден бері күн құдіретіне табынған, яғни күн оларды Құдай деп санаған, күн яғни ол махаббатты бейнелейді, яғни күн Құдай оларды әртүрлі жаулардан қорғайды, оларға жеңіс береді деп сенген. Жалпы алтын адамның, яғни оң қолында, саусағында осы күн бейнеленген арнайы несі бар, жүзігі болған деп қарастырады. Яғни осы күннің бейнесі алтын адамның бас киімінде, яғни атты бейнеленген дейді. Отқа табыну кезінде олар адамды, яғни кейбір археологиялық қазбалардың нәтижесінде отқа табылған кезде, яғни адамды күлмен бірге өртеп жібереді де, оның қасына арбасын немесе қару-жарағын, әшекей бұйымдарын жинайтын болған. Одан кейін бабаларға табыну. Бабаларға табыну, яғни мұнда көріп тұрғанымыздай мұнда петроглифтар бар. Бұл петроглифтар арнайы арбалардың немесе әшекей бұйымдардың кез келген адамның немесе жануардың суретін салған болатын. Бабаларға табыну кезінде, яғни олар өз бабаларын қатты құрмет, ерекше құрмет тұтқан, арнайы жерлеу әдісінде жалпы адам жерлегенде басын, яғни батысқа қарай жерлеген, себебі Құдай сол жақта деп сенген болатын. Одан кейін аң стилі. Аң стилін жалпы сақтардың немесе сақтардың бүкіл әшекей бұйымдарында, киім-кешектерінде, яғни олар жартасқа да салып кеткен болатын. Аң стилін тіпті алтын адамның бас киіміндегі әртүрлі, яғни жануарлардан көруге болады. Бұл кезде аң стилінде олар, яғни грифон, бұғы, жылқы сияқты жануарларды салған болатын. Одан ең ғарыштық стиль. Ғарыш түсінігі. Сақтардың ғарыш түсінігі. Ғарыш түсінігінде, яғни олар әлемде 3 бөліктен тұрады деп ойлаған. Жалпы ғарыш түсінігінде әлемнің өзін жер асты, жер беті және аспаннан құралған деп сенген болатын. Мына алтын адамның бас киімі өзі де 3 бөліктен, яғни осы ғарыштық әлемге байланысты, осы алтын адамның бас киімі де соған сенген болатын жалпы. Болды. Жақсы. Енді мына сіздің жұмысыңызды мына топқа қазір көрсетесіздер. Одан кейін ол топ сіздің өзіндік бағаларыңызды береді. Бүгінгі біздің тақырыбымыз орталық Азия халықтарының әлемнің материалдық мәдениетімен қосқан үлесі. Бізде мына жерде андроидтық әскердің арбалары, ол қола дәуіріндегі
көлік ретінде қолданған әскери арба болды. Бұл көріп тұрғандай танысай суреттегідей бұмен көшіп қонған, яғни Орал, Ресей және де қорымнан табылған арба ағаштан жасалған және де ағаштың бөлшектерінен жасалған бұл. Ал келесі бізде бұл пазақ кілем. Ол өзінің түсімен ерекшеленіп тұр және де бұл кілемде әлемдегі түптік кілемдерді алғашқылары. Және де ол Алтайдағы пазық қорғандарының бірінде мәңгілік арасында жақсы сақталған. Және де бұл кілемде геометриялық өрнектермен шетіндегі өрнектермен өрнектелген және де безендірілген. Және бұл жерде бұғылардың және де мына жерде гүлдердің суреттерімен бейнеленген. Ал келесі бізде ұлы дала тұрғындарының киімі. Бұл жерде қазырық, есік, аржан қорғандарының кешенінен табылған және жәдігерлерден белгілі бұл. Мысалы, салпатты әйелдің киімі бұл. Бізде әйелдің киімінің бас киімді және де ер адамның киімінің бас киімдерінің төбесі шошақ болған. Бұл жерде белдешемдері жүннен жасалған және де қызғылт сары түсті шашақтардың белгілерімен бейнеленген. Бізде келесі балғын бұл жерде бізде келесі Персеполдегі бедерлі суретте бейнеленген сақ елшілерінің Дарий патшаға өзге сыйлықтармен қоса осындай етіктер сыйға тартып жатқанын бейнеленген суретте. Келесі бізде алтын адам. Бұл сақ киімдері әр алуан материалдардан, мақтадан және жүннен, киізден, теріден, былғарыдан дайындалып және оны әшекейлермен бейнеленген. Суретте көргендеріңіздей оны киімнің жарқын иесі алтын адам киімі. Ол есіктің қорғанынан әсерленген алқызыл күдегі киім киген. Оның үстінде терден тар шалбар, биік етік және де жеңі тар бешпент болды. Етік пен бешпенттің жапырақшалары түбінде, ал жағасы мен киімінде барыс басы бейнеленген. Яғни бізде мына суретте көрінбей қалған алтын адамның жеңінде және де бас киімнің шеттерінде бұл жерде барыстың суреті бейнеленген болатын. Біздегі мына орталық Азия халықтарының рухани мәдениеті тақырыбына қатысты екінші тобымыз бірінші шықты. Олар жұмысын көрсетті, қорғады. Оларға өзіңіз бағаларыңызды беріңіздер. Бір адам сөйлесе болады. Тыңдаймыз. Ақпараттары толық және буклеттің каркастары да жақсы істелген. Қандай ұсыныстар айтар едіңіз? Суреттері де әдемі және де ерекше жасалған. Ақпараттары да сізге түсіндіре білді ме? Түсіндіре білді, жақсы түсіндіреді. Жақсы, рахмет. Екінші топтың бағасына екінші топ олар кімдер суретшілер мәліметті, яғни керекті нақты жерлерін жазды. Суреттерін, яғни алыстан көргенде, яғни бірден көрініп тұрды. Салғандар, яғни суретші дейтін аттарына сай. Мағлұмат бәрі толыққанды, бәрі түсінікті болды. Жақсы, рахмет. Рахмет айтамыз сөйтіп. Рахмет. Жақсы. Сіздерге тақырып көріп отырсыздар. Терминдік сөздер бар. Әскери арба, материалдық мәдениет, киіз үй, кур,
аң стилі, сақтардың қаруы, одан кейінгі рухани мәдениетіне қатысты жаңағы қарыш, нитра деген құдай, отқа табыну, құрбандық шалу деген сияқты ұғымдардың мағынасын ашуда. Аслында көріп отырсыздар, әскери арба ертеде қола дәуірінде пайда болған, көлік ретінде қолданған, кейін жол жүруге, жүк тасуға, уақытша тұрғын жай ретінде пайдалануға арналған көне көлік түрі болып есептелінеді. Материалдық мәдениет, яғни материалдық мәдениетке баспана, киім-кешек, әшекей, қару-жарақ, сәндік, қолданбалы өнер бұйымдары, музыкалық аспаптар, ыдыс-аяқ және тағы басқалардың барлығын біздер материалдық мәдениетке жатқызамыз. Жоралардың жиынтығы. Аң стилі өнердің бір ерекше бір стилі ретінде айтамыз. Ежелгі кезде қолданған көбіне жалпы қару-жарақтарда, ыдыс-аяқтарда, ат абзелдерінде, киім-кешектерде осы аң стилімен естіген әшекейлейді. Так, сақтардың қарулары, негізі қару туралы айттым. Садақ пен жебе, одан кейінде жаңағы ұзын найза, қысқа және құрбандық шалу, көне ғұрыптардың бірі болып есептелінеді. Құдіретті күштерге, ата-бабалардың аруағына арнап берген сыйды құрбандық шалу деп айтады. Енді астына қарап жүріңізде, студенттер, берілген терминдерді өздерінің анықтамасын, мағынасын қарастырып болғаннан кейін қандай осы байланыс бар? Рухани мәдениеттің терминдері мен материалдық мәдениеттің терминдерінің арасында қандай байланыс? Келесі студенттер, сабақтың қорытындылау мақсатындағы сіздерге мына зерттеу сұрағы қайта беріледі. Орталық Азия халықтарының материалдық рухани мәдениеттің өзгешелігі неде? Қалай өзгешелігі неде? Манағының бәрін жаңағы көрсеткен, суретті салған, сипаттаған, мен берген ақпараттарды жаңағы біле отырып, өзгешелігі неде деп айтар едік. Көшпелі мал шаруашылығының технологиясын меңгеру және де осы материалдық дамуға қосқан үлесі өте зор. Және де басқа сіздің балғын қалай ойлайсың? Олардың осы әлемдік материалдық мәдениет, рухани мәдениеттің өзгешелігі дейді. Мысалы, ғұндардан қарағанда, андрондық тайпалардан қарағанда. Оларда әскери жағы жақсы дамыған, және саңғыт саймандар, жебелер. Оларда әйелдерде, ерлердің киімдері де бір ерекше болған. Және де олардың түстерімен, және де кілемдері де ерекше, гүлмен, оюлармен, барыспен бейнеленген суреттер болған. Аң стилі. Аң стилінде болған. Және де олардың әйелдерінің бас киімі мен ерлердің бас киімінің шошақ болған. Жақсы. Әскери арбалар пайда болды деген сол ұғымда. Сол кезде, яғни әскери арбаны қисық көлдегі сын тастыған, сол қорынан тапқан болатын. Кейбір деректер бойынша бұл олардың әскери арбасы, яғни басқа империя, басқа тайпалардың әскери арбасына қарағанда олардікі мықтырақ болған деседі. Және сол кездегі сақ жауынгерлері оның алдында ешкім шалбар кимейді деді. Ал ол кездегі сақтар шалбар киген, арнайы аяқ киімдері бұлғардан, теріден жасалған дейді. Жақсы, рахмет. Қосатындарыңыз бар ма? Студенттер, сабақтың соңындағы бізді рефлексия әдісі еркін микрофон деген осы рефлексияны алдым. Бүгінгі сабаққа қатысты өзіңіздің ой пікірлеріңізді еркін ортаға шығып айтсаңыздар болады. Бүгінгі сабақ бойынша, яғни мана бірінші топ айтып кеткендей, әскери арба туралы білдік. Яғни сақ әйелдерінің киімдері, сақ ерлердің киімдерін, біздің тақырып өтіп кеткенде күнге табыну, отқа табыну, олардың ата-бабаларына, рухтарына, петроглифтерді өттік. Және қарышқа табыну туралы өттік. Андрондықтардың ежелгі әшекей бұйымдарын, олардың қоладан, темірден, тастан, арнайы жасаған еңбек құралдарын, қару-жарақ құралдарын өттік. Және сақ тайпаларының ең басты мана айтып кеткен қару-жарағы ол садақ пен жебе екен білдік. Жақсы, Ақбота. Бүгінгі сабақтағы тақырыптарды жақсы меңгеріп түсіндік. Яғни бұл жақта
буклетінде жақсы болған, және де суреттері де, түсініктері де, және де барлығы түсінікті болған. Яғни бұл сабақта мен отқа табынудың не екенін, және де арғы дүниеде өмір бар екенін білгендігін, бабаларға табынғанын, және де андрондық және де әшекей бұйымдардың ерекшелігін, сақтардың ерекшелігін, және де жаңа айта кеткенде алтын адамдардың, әшекей бұйымдардың осылардың не екенін үйрендім, білдім. Және де бүгінгі сабақта жақсы ұнады. Иә, ұнады маған. Жақсы, рахмет. Жалпы белсенді танытып, сабақта шығармашылық топтық жұмыстармен жұмыс жасап, сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін барлықтарыңызға енді 80-ден